Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз, ауызда еритін өте дәмді, сүзбе қосылған банан пішінді печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен өлшеп алған сары майымызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап үстінен қанты ерігенше шаңышқымен басып шығамыз. Сары майымыздың пайыздық мөлшері маңызды емес, кез келген сары майды алып қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қаймағымызды салатын боламыз. Видеода көргендеріңіздей міндетті түрде осындай весейді алып алсаңыздар, сіздердің рецептеріңіз тура мөлшерде нақты шығатын болады. Келесі дәмін келтіру үшін ванилинді салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып араластырып жіберіп, илеуіштің көмегімен, яғни ситамен жақсылап араластырып аламыз. Ситамен араластырған дұрыс, сонда сіздердің қамырларыңыз жақсы көтеріліп, әдемі шығатын болады. Ұнымызды салып болғаннан кейін жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын біркелкі қамыр шығуы керек. Видеодағыдай шаңышқының көмегімен барлығын біріктіріп алдым. Келесі жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қолымызбен осылай біріктіретін боламыз. Жай күшпен басатын боламыз. Қатты күшпен басып қажет емес, себебі қамырларыңыз қатты болып кетеді. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Видеода көргендеріңізде қолға жабыспайтын өте әдемі жұмсақ қамыр. Енді целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, начинкасын дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Келесі салмасын дайындайтын боламыз. Осылай творогты өлшеп алып, немесе қалауларыңызша қоссаңыздар да болады. Үстіне қант, жұмыртқаның сарысын, кез келген қалауыңызша орех қоссаңыздар болады. Орехпен өте дәмді шығады. Оның үстіне дәмін келтіру үшін ванилин салатын боламыз. Салмасы бірігіп, біркелкі болу үшін үстіне бір ас қасық ұн салып жібереміз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Салмасын біркелкі етіп араластырған дұрыс. Тестамызға салған кезде жан-жағына шашылмай жақсы салынатын болады. Салмасын дайындап болғаннан кейін бірден холодильникке салып қойған тестамызды алып, видеода көрсетілгендей етіп ұзынша бөліктерге бөлеміз. Ұзынша етіп кескеннен кейін дөңгелек қылып, барлығын көз мөлшерімен кесіп алдым. Осылай қолдың көмегімен дөңгелектеп шығатын боламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін тақтайшамыздың үстіне сәл ғана ұнымызды сеуіп жіберіп, сопақша етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Ортасына дайындап алған салмасын салып, екі шетінен ала отырып, қаттырақ қысып салатын боламыз. Сіздердің творогтарыңыз сулы болмай, құрғақ болуы керек. Сонда тестамыз піскен кезде шикі болмай жақсы пісіп шығатын болады. Жасап болғаннан кейін банан тәрізді пішінге келтіреміз. Мен арасын тек қана сүзбе ғана қоспай, вареный сгущенканы да пайдаландым. Солай жасасаңыздар да болады. Егер вареный сгущенка салатын болсаңыздар, онда арасын өте қатты басқан дұрыс, себебі піскен кезде жан-жағына ағып кететін болады. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын болды. Үстіңгі бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градусқа қойып, шамамен 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қалауларыңызша беткі қабатына қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Сонда түрі өте әдемі болып шығады.
Мінекей біздің банан пішінді сүзбемен қосылған печеньеміз дайын болды. Дәмі өте ерекше, бір жасағаннан шығады. Отбасыма өте ерекше ұнаған печеньенің бірі болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Асыңыз дәмді болсын.